Бүгін 25 қыркүйек күні Астана қаласы әкімдігі мен Павлодар облысының әкімдігі арасында сауда-экономикалық қатынасты жүзеге асыру жөніндегі келісімге қол қойылды. Меморандумға Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбеков пен Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбаев қол қойған болатын. Меморандумның маңызы зор. Біріншіден Астана қаласының тұрғындарын сапалы және арзан азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз етеміз. Екіншіден павлодарлық бизнесмендер мен фермерге өз өнімдерін сатуға мүмкіндік береді. Біз өз тарапымыздан Шапағат базарынан қаладағы басқа да жерлерден сауда жасайтын орындар бөлеміз. Ал сатылатын өнімдердің бағасы рыноктағы бағадан арзан болу керек. Мұндай жұмысты басқа да аймақтармен жүргіземіз. Осындай шаралар Астана еліміздің аймақтарының арасындағы қарым-қатынасты нығайтады деп сенемін. Әкімнің айтуынша, келісім астаналықтар үшін тауар өнімдерін делдалсыз және қосымша көлік шығындарын қажет етпеу салдарынан төмен бағамен сатылады. Бұдан бөлек бұл бағыттағы ынтымақтастық отандық бизнестің дамуы мен қолдауына септігін тигізеді. Аталмыш жұмыс еліміздің басқа өңірлерімен де жалғасын табады. Павлодар облысының әкімі елорда нарығында өңірлік тауар өндірушілерінің қатысуына мүмкіндік берген үшін алғысын білдіріп, келісімнің маңыздылығын атап өтті. Егеменді елімізге Павлодар өңірі индустриялық өлке ғана емес, сонымен қатар ауыл шаруашылығының әлеуеті зор өңір ретінде танымал болып отыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кемел саясаты арқасында ауыл шаруашылық саласы тұрақты дамытуда. Биылғы да маусым біздің ауыл шаруашылық тауар өндірушілер үшін табысты болып отыр. Әсіресе көкөніс пен картоп өсірген шаруалар мол өнім бүгін алуда. Бүгінгі іс-шараның мақсаты павлодарлық өнімді жаңа нарыққа шығару, Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарына оны ұсыну. Аталмыш келісім шеңберінде Павлодар облысы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер өз өнімдерін Астанаға үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етуге кепілдік береді. Елордада Павлодар облысының арнаулы дүкенінің ашылуы, сонымен қатар Шапағат коммуналдық базарындағы сауда орындарының берілуін жоспарланған. Сондай-ақ 26-27 қыркүйекте Астана қаласының солтүстік жағажайында мега ойын-сауық орталығының алдындағы алаңда Павлодар облысы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің қатысуымен ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылады.